Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Жамбыл облысы Тараз қаласы Ғани Мұратбаев атындағы номер 17 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Райымкулова Айман Қайсарбекқызы. Сіздердің назарларыңызға елтану элективті курс авторлық бағдарламасын ұсынып отырмын. Бұл авторлық бағдарлама 10-шы сынып білім алушыларына арналған. Ағылшын тілін оқыту барысында Англия, Америка құрама штаттары және Австралия сияқты ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің мәдениеті, тарихы мен қоғам құрылымын тереңнен таныстыруға бағытталған. Курс барысында білім алушылар аталған мемлекеттердің саяси жүйелері, мәдени мұралары, әдебиеттері, өнері, әлеуметтік құрылымдары және қазіргі заманғы өмірі туралы толық мәлімет алады. Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі елдердің өзара ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыра отырып, оқушылардың салыстырмалы талдау дағдыларын қалыптастыру. Бұл курс ағылшын тілін оқыту процесін байытып, білім алушылардың дүниетанымын кеңейтіп, олардың мәдениет аралық қарым-қатынасқа деген қызығушылығын арттырады. Бұл бағдарламаның өзектілігі қазіргі жаһандану дәуірінде шет тілін меңгеру тек коммуникативтік құралдар ғана емес, сонымен қатар басқа елдердің мәдениетін, тарихын, дәстүрі мен құндылықтарын түсіндірудің кілті болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда елтану пәні білім алушылардың мәдени аралық қарым-қатынас қабілеттерін қалыптастыруда маңызды орын алады. Бұл бағдарламаның мақсаты білім алушыларға оқыту барысында шет елдер жайлы жан-жақты білім беру, шет елдері туралы білімдерін кеңейту және тереңдету, білім алушының қызығушылығы мен оң көзқарасын тәрбиелеу, танымдық дағдыларын дамыту. Бұл бағдарламаның жаңалығы ағылшын тілі пәнін негізге ала отырып, осы авторлық бағдарламаны заманауи талаптарға сай ерекшелігі, мазмұны мен талаптары. Өйткені осы екеуін біріктіріп балаларға білім беру өте ыңғайлы. Бұл оқушылардың тілдік дағдыларын тек грамматикалық деңгейде емес, мәдени когнитивтік және коммуникативтік деңгейде дамытуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама негізінен мұғалім кез келген ел туралы ақпарат береді, бейне материалдарды көрсетеді, тест тапсырмаларын орындатады. Мәтінмен жұмыс негізгі мазмұнды оқыту, талқылауды және қайталауды қамтиды. Әр сабақта мәтіннің негізгі идеясын ғана емес, түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған арнайы жаттығулар жиынтығы бар. Сондай-ақ білім алушы барлық материалдарды аудио жазба арқылы тыңдай алады. Жаттығулар білім алушыларға зерттелетін тақырып аясында сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік береді. Мәтінді оқығаннан кейін бірден орындау ұсынылады. Сонымен қатар білім алушы басқа да мемлекеттермен таныса отырып, өз білімін шыңдайды және басқа елдер туралы кең көлемде мағлұматтар алады. Бұл бағдарламалық курс мектеп білім алушыларының ағылшын тілі пәнінен сабақта алған білімдерін тереңдету, ой өрісін кеңейту, ағылшын тілін оқып жатқан елдердің саяси мәдени өмірін, білім беру жүйесін, салт дәстүрін тереңірек таныстыруды көздейді және сөздік қорын байытып, басқа елдердің тілін, салт дәстүрін құрметтеуге тәрбиелейді. Бұл бағдарламада күтілетін нәтиже осы элективті курс өту барысында оқушылар Англия, Америка құрама штаттары және Австралияның тарихы мен мәдениетін терең түсінеді. Бұл елдегі әлеуметтік және саяси мәселелерді талдай отырып, олардың өзара байланысын біледі. Ағылшын тілін мәдени контекстте қолдану дағдыларын жетілдіреді. Бұл бағдарлама қоғамдық гуманитарлық бағытта 10-шы сынып білім алушыларына арналған. Елтану авторлық бағдарламасын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар білім алушылардың курсты толық меңгеруіне, өздерінің білімдерін тиімді қолдануға және аналитикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Оқу курсының тақырыптық мазмұны жалпы 34 сағаттан тұрады, 31 сағаты теориялық, 3 сағаты практикалық болып келеді. Теориялық бөлімде білім алушыларға ағылшын тілінде сөйлейтін, бірінші бөлімде Англия, екінші бөлімде Америка құрама штаттары, үшінші бөлімде Австралия мемлекеттері туралы қызықты ақпараттар беріледі.
Практикалық бөлімде тек 3 сағат берілген, әр бөлімнің соңында өткен тақырыптар бойынша оқушылар қайталау ретінде тест тапсырмаларын орындайды. Ақпараттық әдістемені қамтамасыз ету бөліміне келсетін болсақ, бұл күнтізбелік тақырыпты жоспар, 34 сағатқа арналған, қысқы мерзімді жоспар, кері байланыс түрлері, жасанды интеллект әдісін қолдану арқылы әртүрлі тапсырмалардан тұрады. Бұл бағдарлама Google Class цифрлық ресурсқа енгізілген, әр сабақтың құрылымы оқушылар қолданылатын оқу материалдары, видео және аудио материалдары, тест тапсырмаларынан тұрады. Сабақтың соңында оқушы осы Google платформасын қолдана отырып, берілген тапсырманы орындайды және мұғалім оқушының берілген жауаптарын көре алады. Мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулық 34 сағатқа арналған сабақ жоспарынан тұрады. Сонымен қатар оқушының жұмыс дәптері 34 сабаққа арналған тапсырмалардан тұрады. Елтану элективті курс авторлық бағдарламаны енгізу нәтижесінде 2024-2025 оқу жылында қалалық пән олимпиадасынан 11 сынып оқушысы Аманқос Ұлпан 3-ші орынды иеленді. 2023-2024 оқу жылы Республикалық ақбота зияткерлік олимпиадасынан 10-ші сынып оқушылары Рысбек Аяна Оразбай Аружан 3-ші орындар иеленді. Республикалық сапсан олимпиадасынан 1-ші қалалық кезеңде Аманқос Ұлпан 1-ші орын, Молдаш Еңлік 2-ші орын және облыстық кезеңде Аманқос Ұлпан 1-ші орын, Молдаш Еңлік 2-ші орын иеленді. Назарларыңызға рахмет.